Сәлем достар, әлемде ғылым адамдарда, ғалымдарда байыбына бармаған сырлар өте көп, жұмбақтар өте көп. Ендеше ондайға қызықсаңыз, біздің бұл реткі видеомызды тамашалаңыз. Біз бүгін пирамида ешқашанда перғауындардың немесе басқа бір ел басшыларының моласы емес. Ол мүлде басқа қолданылып жатқан хикмет деген тақырыпта сіздермен ой бөлісетін боламыз. Көп адамдар бұрындары қаншама жыл бойы пирамида дегеніміз перғауындардың өзіне салдырған моласы деп келді. Бірақ мола дегенде, молада екі-үш түрлі ерекшелік болады. Адамзат тарихындағы молалардың барлығында өзіндік ерекшеліктер бар. Бірінші ерекшелігі, молалардың барлығы жердің астына салынады. Жердің үстіне адам жерлемейді ғой, барлығын жердің астына салады. Ал пирамида керісінше жердің үстінде тұр. Бұндағы басты себеп не? Жердің астына салудағы басты себеп, қандай бір басшыны жерлейтін кезде оның жанына көптеген қымбат бағалы бұйымдар қоса көміледі. Сондықтан оған ұры-қары тонаушы бейім келеді. Ал осы мола тонайтындардан сақтану үшін патшалардың барлығы, жиһангерлердің барлығы өзінің моласын өте жасырып жер астына жерлеген. Күні бүгінге дейін Шыңғыс ханның моласы табылмай келе жатыр. Ол туралы алуан түрлі тұспалдар бар. Демек, мола жасырын болу керек, жердің астында болу керек. Сонда ол мола ұрыларынан қорғана алады. Пирамидаға қарасақ, мүлде басқаша. Жердің үстінен бір тау жасап қойған. Ал бұл тауды жасап шығуға 30 мың адам жұмылдырылса дейді, 20 жылда бітеді. Ғалымдардың тұспалы бойынша. Бірақ қарап көрсеңіз, 5000 жылдың алдында сол Египет маңында бәлкім бір үлкен елде, бір үлкен патшалықта 30 мың ғана жан саны болуы мүмкін. Ендеше олар ішпей, жемей 20 жыл бір мола салып жүру мүмкін ба? Және бұл сияқты моладан 95-і тұр Египетте. Сонда бұл шындыққа жанаса ма? Міне бұл арада біз бұрынғы түсіндірулердің барлығының шындыққа тым сәйкес келе бермейтіндігін байқаймыз. Бұрын пирамиданы Тұтанхамонның молалары деп келген. Бірақ кейін келе пирамидадан бөлек 500 шақырым жерден Тұтанхамонның моласы табылды. Ол сол арада әспеттеп отырып жерленген, сол кездегі Египетті билеген басшы. Бірақ оның моласы да кәдімгі адамзат ел басшыларының молалары сияқты бірыңғай қабырғалары безелген, түрлі әшекейлер салынған, және қымбат бағалы көп зиннет бұйымдары, көп айшықтар пайдаланылған. Енді бұл 500 шақырымның алыстағы Тұтанхамонның моласы мен пирамидадан ешқандай үйлестік табуға келмейді. Пирамиданың ішінде ешқандай да тамға ою-өрнек салынбаған, сурет салынбаған. Ал Тұтанхамонның молалары онда бөлме болып, арнайы адам салғандығы белгілі, сызулардың барлығы белгілі, сызбалары мол, бір тарихты бейнелеп тұр. Ал пирамиданың ішінде тек қана бір төртбұрыш тас тұр. Жылтырлатып отырып жасалған майда тас тұр. Оның маңайында ешқандай белгі жоқ. Және бұл бүкілдей жабық жерде тұр. Кірер шығар есік жоқ. Ал молалардың барлығында кіретін есік болады. Сонда бұл қалай? Ал енді бұл сырларға кейін үңіле келе ғалымдар, бәлкім пирамида үлкен төк шығару зауыты болуы мүмкін. Төк электр станциясы, су электр станциясы болуы мүмкін деп жорамалдауда. Не үшін? Бұған себеп Бағдат қаласынан табылған Бағдат батареясы.
Бұл батареяға қарасаңыз кәдімгідей бұл неше мың жылдың алдында жасалған. Ал бұның ішіне жеміс шырынын толтырса, өздігінен ток шығарылады. Электр шығарылады. Бұнда электрді зарядтауға болады. Ал бұны неге істеткен адамдар? Мынау жартас сызбаларына қарасақ, қолына прожектор ұстап тұрған адамның бейнесін көруге болады. Тіпті оның ауалы, мына ток сымының өзі, электр кабелінің өзі айқын сызылған. Сонда бұл біз ойлағандай көне дәуір адамдарының мешеу емес екендігін байқататын сияқты. Мәселе біз ойлағандай қарапайым емес. Ал енді Бағдат батареясының мынау сызба нұсқасы. Қарасаңыз, жолда алып жүруге лайықтап жасалған. Жарық түсіруге лайықталып жасалған. Енді пирамидаға оралайық. Пирамиданың төбесінде қалған, ең биігінде қалған тастардың лаймстон деген тас екендігін білеміз. Және ода пирамиданың ішіндегі жолдарында гранит тастар шашылып жатыр, молынан шашылып жатыр. Енді бұлар неге керек? Бұлар көбінде үйкеліс арқылы электр шығара алатын тастар. Сонымен бұндағы құрылымға қарап көрейік. Пирамиданың үстінде бір бөлме бар, жабық бөлме, астында бір бөлме бар. Бұны біреуі бұрын ат қойып алғанда, бұрынғысында адамдар оның үстіңгісі қанның бөлмесі, астыңғысы қанымның бөлмесі деп атаған. Бірақ екеуі де бітеу мүлде, кіретін есік жоқ. Ерекше камераны кіргізіп байқағанда, қанымның бөлмесінде бір тал электр кабелінің барлығын байқаған. Токсым жатыр. Ендеше бұл қалай? Мыстан жасалған электр кабелі тұр. Сонда бұл сол заманда 5000 жылдың алдында адамдар электр пайдалана алды ма? Біз Эдисон заманынан бері қарай электр деген нәрсені, жарық деген нәрсені білеміз. Одан бұрын бұл қалай пайдаланылды? Енді артынан келе Озерес деген ғалым бір туннелді байқаған, каналды тапқан. Бұл каналмен барған кезде бұда кейін артынан зерттеушілер, іздеушілер бір каналды байқаған, туннелді. Барса, бұл мұндай навашыққа келген. Төрт бұрыштың жанында жазу тұр. Көне жазуда Озерес канал деген сөз тұр. Ал бұл қалай сөз? Бәлкім бұл Озерес деген адамның моласы болуы мүмкін деп алғашында тұспал солай жасалған. Бірақ ол кейін келе мифтардағы пері мағынасындағы адам екен. Ендеше ол жерленбейді. Мифтағы пері деңгейіндегі адам қалайша ода мүрдесі жатуы мүмкін? Мүрде жоқ. Сонда бұған келгенде ғалымдардың тіпті басы қатқан. Демек, енді бұдан ары қарай өбістіріп ойлауға болады. Озерес дегеніміз жаңағы түсіндіре кетуге тура келеді. Там қабырғаларында Озерес перісінің суреті бар ма? Бөрі басты, адам денелі бір әулие. Сондай пері формасында жасалған. Енді ол қиялы кейіпкер деп айтамыз. Бірақ шынымен де бұл жерде үлкен ой толғандыратын нәрсе тұр. Жаңағы төрт бұрышымыз әдеттегі адамның ең ұзын 2 метр, бірақ ол 2 метр 70 қып өлшенген. 2 метр 70-ті еңгезердей адам сиятындай. Демек, бұл арқылы ғарыш адамдарын тасымалдаған ба? Жаңағы Ніл өзеніне келсе, жаңа пирамида өте алып, ток шығару қуатына, электр шығару қуатына ие болады. Не үшін? Жаңағы өзеннің суын, жаңағы тастар, тастың қасиеті соны сорады екен, соны сіміреді. Өзен бір жоғарылап, бір түскен кезде содан электр пайда болады. Түрлі гранит тастар үйкелуден электр пайда болады. Ал бұл электр
тағы бір мүмкіндік жарық шығаруға, бүкіл жер жүзін жарықтандырып тұруға істетілген болуы мүмкін. Тағы бір мүмкіндік ғарышқа адам тасыған істетілуі мүмкін. Біз 95 пирамида бар екендігін білеміз. Ендеше 95 мәңгі өшпейтін шам тұрса, ол ғарыштан адам келгенде, ғарыш адамдары келгенде, ғарыштағы бір жаратылыс иелері келгенде, бәлкім жол нұсқап тұрған шығар, адаспай қонуына. Бәлкім сол арқылы ғарышқа түрлі жаратылыстардың өзара ауысуын, тіпті адамға дейін жіберіп, рухын жіберіп, солай тасымалдауға болатын шығар. Бұл арада соншама электр қуаты неге болды және ол неге істетілді? Бұл әлі күнге дейін жұмбақ. Басқа көптеген нәрселердің осы күнге дейін шешуі табылды. Көп құрылыстардың сызбалары бар, жобалары бар. Тек қана пирамиданың жобасы жоқ. Оны кім жобалады, кім салдырды? Бұл туралы нақтылы ешқандай дерек жоқ. Ал бұл бәлкім сонау бір ерте замандарда сондай бір өте жоғары өркениеттің қалдықтары болуы мүмкін. Бүкіл адамзатты басқа планетамен жалғастырып тұрған бір центр, сондай бір маңызды өткелік болуы мүмкін. Бұл туралы әлі де құпиялықтар ашыла түсуде. Қазір Марстан пирамида сияқты үшбұрышты, нобайлы сондай суреттер байқалды, сондай орындардың бар екендігі байқалып жатыр. Бәлкім басқа планетада да осындай пирамидалар бар ма, жоқ па? Бұл бәлкім біздің туындымыз емес, басқа планетарлықтардың, басқа бір өркениет иелерінің салып кеткен туындылар ма? Олар бәлкім 20 жыл жұмсамай, 20 күнде сала салған шығар. Ендеше оны не істетті? Бұның барлығы бәлкім келер ұрпақтың шешуге тиісті құпиялықтары деп ойлаймыз. Бұл әлем өзінің сырға толылығымен, адамның ақыл парасаты жете бермейтіндігімен бізді мәңгі қызықтыра түседі.